Баршаңызға сәлем, қолдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін құрамы небәрі 3 заттан тұратын, әрі жылдам уақытта дайын болатын коктейль дайындайтын боламын. Коктейль жасау үшін тек осы заттар ғана қажет болады: банан, бір балмұздақ және 350 мл сүт қажет болады. Бананды сыртынан тазалап, блендермен араластырғанда ыңғайлы етіп бананды турап аламыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецептеріме лайк басып, комментарий бөлімінде пікір жаза отырыңыздар және каналға да тіркеліп қойыңыздар. Бұдан кейін осындай шұңғылдау ыдысқа бананды, балмұздақты салып, үстіне салқын сүтті құйып, блендермен әбден банан езілгенше блендермен араластырып аламыз. Міне осымен өте дәмді әрі оңай жылдам уақытта коктейліміз дайын болды. Өте дәмді, жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, комментарий бөлімінде пікір жаза отырыңыздар және каналға да тіркелуді ұмытпаңыздар.